ғажайып өнер орталығы. Өнердің сырты солу, іші майдан. Талай талантпен танылған, өнерлі ұрпақ тәрбиелеп отырған ғажайып шығармашылық орталығының ашылғанына биыл 5 жыл толды. Бүгінде орталықта 400-ден аса бала мен жасөспірім өнер мен білімнің әр қырын меңгеріп келеді. Түрлі шығармашылық сайыстарда ұдайы үздіктер қатарында көрініп келе жатқан орталықтың құрылтайшысы Олжан Сүлейменқызы бастапқыда өз ісін аз ғана оқушыдан бастап алған еді. Сүлейменқызының айтуы бойынша бұл орталықты ашу мақсаты ауданымызда жалғыз өнер мектебі жұмыс жасағандықтан көптеген оқушы бала саны көбеюіне байланысты іріктеуден кемде қалып жатады. Еңсесі түскен ата-ананың сағын сындырмайын деген ниетпен әу баста 3-4 балаға домбырадан дәріс беріп бастадым дейді. Небәрі 25 шаршы метрді құрайтын аядай жерді жалға алып, домбырада ойнау бойынша үйірмеден сабақ беріп жүрді. Олжанның талантына тәнті болған талай жұрт орталыққа балаларын қатыстыруға ниетті болады. Солай Олжаннан үйренем деген оқушының қарасы көбейеді. Арада уақыт өте ата-аналар тарапынан вокал үйірмесінің ашылуына сұраныс пайда болды. Бір айда 20-дан астам шәкірт жиналып, Олжан одан әрі шабыттана түседі. Ғажайып өнер орталығының кәсіби шеберлеріне сенген аудан тұрғындары біріне бір естіп балаларын сеніп тапсыра бастады. Керемет қарқынмен жиналған баланың ашылмаған талантын дамытып, олардың жүзіне күлкі ұялату жетекшінің басты мақсатына айналды. Уақыт өткен соң орталық би үйірмесімен толықты. Баламен жұмыс жасау, оларды жетістікке жетелеу ұстаздарға шабыт берді. Ауданымызға танымал ғимаратты жалға алып, өз жұмыстарын жалғастыра берді. Үлкен ғимаратқа көшкен соң, басқа да үйірмелерді ашуға бекінді. Олжан Сүлейменқызы міне, табандатқан 5 жыл бойы өнер ордасы ашылғалы шәкірттерге қазақтың ұлттық аспабында ойнауды үйретіп келеді. Сонымен қатар үлкен додаларда бақ сынап, қанжығасын жүлделі орындармен толтыруда. Таяуда ғана Өзбекстан елінде өткен Ташкенттің төрінде де олжалы оралған еді. Көптің қолдауы мен шыңдалған шабыттың нәтижесінде ғажайып өнер орталығы жуырда ғана жаңа ғимараттың қақпасын ашып, өз алдына дербес орталыққа айналды.
Бұл орталық 2019 жылы ашылып, бастапқыда мұнда 40 бала тәлім алған болатын. Ал бүгінде бала саны көбейіп, өнер ордасында 20 ұстаз дәріс береді. Шығармашылық орталықта домбыра, бейнелеу өнері, би, дәстүрлі ән, гитара және түймелі аккордеон үйірмелері жұмыс істейді. Жақын күндері баланың тұлға болып қалыптасуына негіз болатын актерлік шеберлік үйірмесі де қатарға қосылады. Осылайша кішігірім ғимараттан бастау алып, тек сапаға ғана жұмыс жасап, көптің көңілінен шығып, талай додадан жеңіс туын желбіреткен ғажайып өнер орталығының мамандары мен шәкірттері бүгін сіздерге өз өнерлерін тарту етеді.